Қайырлы күн балалар. Біз сіздермен бүгін пайдалы қазбалардың орналасуы туралы айтамыз. Жалпы өткен сабақта біз пайдалы қазбалардың пайда болу түрлерін, олардың генетикалық типтерін қарастырғанбыз. Бүгінгі тақырыбымыз сол тақырыптың жалғасы болады. Жалпы шаруашылықта минералды ресурстар қолданады, олар қатты, сұйық, газ түрінде кездеседі. Өткен сабақтарда айтқанымыз пайда болуына байланысты. Жалпы пайдалы қазбалар балалар. Бүгінгі 3 түрін қайталап өтейік, сосын ары қарай қарастырамыз. Біріншісі жанғыш немесе жанатын пайдалы қазбалар деп айтамыз. Немесе минералды отын деп те айтуға болады. Яғни бұған өткен сабақта мұнай, газ, көмір сияқты пайдалы қазбаларды мысал қылып айтқанбыз. Ал осы жанғыш пайдалы қазбалар платформаның шөгінді жынысы жабылған бетіндегі борпылдақ тау жынысы қабаттарында пайда болады екен. Екінші бөлігі біз айттық жаңағы кенсіз деп, яғни кенсіз пайдалы қазбалар, немесе металл емес деп айтсақ болады. Металдық қасиеті жоқ. Бұған біз химиялық шикізат, отқа төзімді, немесе жалпы біз кенсіз пайдалы қазбаларға құмтас, құрылыс материалдарының ішінен, гнейс, әктас, ұлутас сияқты, фосфорит сияқты пайдалы қазбаларды жатқызуға болады. Бұлар жалпы кенсіз пайдалы қазбалар платформаларда және геосинклинальды аймақта да пайда болады екен. Үшіншісі ол металл кендері, немесе біз оны кенді деп айтсақ болады, немесе металл кендері. Жалпы бұған біз темір, алюминий, сирек кездесетін баяу балқитын металдардың барын жатқызуға болады. Ал енді осы кенді пайдалы қазбалар жалпы бұл платформада көбірек кездеседі екен. Мысалы, біз Қостанай облысындағы Аят, Лисаков сияқты темір кен орындарын айтсақ болады екен. Ал таулы аудандарда бұл геосинклинальды аймақтарда кездеседі екен. Ал ол қандай аймақтар? Ол, мысалы, кенді Алтай, немесе Жетісу алатауы, Қаратау жотасы деп айтсақ болады. Қорғасын мырышты кенді Алтай, жаңағы Жетісу алатау болса, мыс ол Сарыарқада екен. Ал вольфрам, ванадий сияқты сирек кездесетін металдарды Сарыарқадан кездестіруге болады екен. Яғни кенді пайдалы қазбалар платформаларда да және таулы геосинклинальды аймақтарда да пайда болады екен. Енді осы пайдалы қазбалардың типіне жататын пайдалы қазбаларды кен орындарымен жеке талдап көрейік. Біз жаңа кенді пайдалы қазба дедік, соның ішінде темір дедік. Яғни біз бірінші қара металл кені туралы айтайық. Қара металл. Қара металл. Ал бұл қара металдың негізгі несі, шикізаты, ол темір, темір, хромды жатқызуға болады. Жалпы темір кені туралы айтатын болсақ, ол өте кең тараған металл. Дүние жүзі бойынша қорынан Қазақстан 8-ші орын алады, Азия бойынша Қытай Халық Республикасынан кейінгі 2-ші орынды алады екен. Хром бұл таттанбайтын, болатпен және жаңағы отқа төзімді саз алуға болатын металл, жаңа қара металлургияның шикізаты деп айтсақ болады. Жалпы хром бойынша балалар біз ТМД-да 1-ші орынды аламыз. 97% хром Қазақстанның территориясында кездеседі екен. Екінші қор бұл жаңағы кенді топқа жататын сирек металдар. Сирек металл. Ал енді сирек металл кен орындарына біз қандай металдарды жатқыза аламыз? Әсіресе молибден мен вольфрамды жатқызуға болады екен. Вольфрам. Өткен сабақта тағы айтқан, вольфрам қоры бойынша Қазақстан дүние жүзінде 1-ші орын алады. Ал енді ол қандай кен орындар екен? Айтып кетейік.
Жалпы бұлар екі металда ыстыққа өте төзімді құралдар жасайтын металға жатады. Қазақстанда 40-тан астам кен орны бар. Олар орталық Қазақстанда Қара Оба, Ақшатау, Жоғары Қайрақты деген кен орындар екен. Ол молибден мен вольфрамның кен орны, есімізге сақтап аламыз. Үшінші балалар уран кен орны. Уран кен орны. Біз уранды өткен сабақта радиоактивті элементтер тобына жатқыздық. Жалпы Қазақстанда дүние жүзі уранның ең ірі шикізат базасы бар. Дүние жүзінің 19%-ын құрайды. 19%, яғни уран Қазақстанда кездеседі деген сөз. Дүниежүзілік қордың. Олардың кен орындары Шу, Сарысу, Сырдария және солтүстік Қазақстанда кездеседі екен. Дүние жүзі бойынша қордың 19%-ы Қазақстанда кездеседі екен. Бұл үлкен көрсеткіш деп айтуға болады. Келесі бұл қымбат бағалы. Немесе асыл деп өткенде, асыл тастар деп айтқанымыз, және оған алтын, ақ алтын деп айтқанымыз. Енді бүгін біз жалпы алтынды қарастыратын болсақ, өте жаңағы бағалы қымбат металдардың ішінде өте кең тарағаны, өндіру бойынша ТМД-да біз 4-ші орын аламыз. Ол Ресей, Өзбекстан, Қырғызстаннан кейінгі 4-ші орын. Жалпы алтынның Қазақстанда 30-дан астам кен орны бар. Енді оны аймақтар бойынша айтатын болсақ, солтүстік Қазақстанда Васильков кен орны, шығыста, яғни Қалба тауында Бақыршық, оңтүстік Қазақстанда Ақбақай және солтүстік Қазақстанда Мұғалжарда юбилейная кен орны. Бұдан басқа көптеген алтынның кен орындары бар екен. Енді түсті металл кен орнын айтайық. Түсті металл кен орны. Түсті металл кен орындарында біз алюминийді айтсақ болады, алюминий. Алюминий ол өте жеңіл, серпінді, иілгіш металл. Ең басты кені оның боксит. Қазақстанда боксит 90%, Қостанай облысы және Торғай иінінде кездеседі екен. 22 кен орны бар. Красна Октябрь кенішінде 200 миллион тонна барланған қоры бар екен. Жалпы алюминий бойынша дүние жүзінде 20-шы, ал ТМД-да Ресейден кейінгі 2-ші орынды алады екен Қазақстан. Келесі, осы түсті металдардың ішінде біз қорғасын мен мысты айтуға болады, және қорғасын мен мырышты айтып кетсек болады. Кең тараған. Мыс әсіресе Шығыс Қазақстан мен Орталық Қазақстанда үлкен кен орындары бар. Олар Жезқазған, Қоңырат, Бозшакөл, Николаев деген кен орындарды айтуға болады. Мыстың Қазақстанның мысы өте сапалы, таза болғандықтан балар, ол Лондон биржасында эталон ретінде көрмеде тұрған мыс болып табылады. Қорғасын, мырыш. Бұлар бірге қосарланып жүретін металдар, және оларды полиметалл деп атаймыз. Жалпы оңтүстік Орталық Қазақстанда Жәйрем, Шығыс Қазақстанда Алтайда және көптеген кен орындары бар. Жезкент, Орлов деген қалаларда, ал жалпы оңтүстікте Шалқия, Мырғалымсай, Ащысай деген кен орындар бар. Дүние жүзі бойынша қорғасынан Қазақстан қорынан 2-ші орын алады, мырыштың қорынан 3-ші орын алады екен. Яғни біз айтып жатқан жалпы металдардың қоры бойынша Қазақстан өте жоғарғы орындарды алып тұр. Келесі 6-шы балалар, бұл кенсіз пайдалы қазба. Кенсіз пайдалы қазба, яғни жаңағы типологияның 2-шісі, кенсіз пайдалы қазба. Бұл енді жалпы өнеркәсіпке қажетті шикізаттарды беретін типте кен орындары деп айтуға болады. Оған біз құрылыс материалдарын жатқыздық, және әртүрлі химиялық жолмен алынған құрылыс материалдарын жатқыздық. Мысалы, айтатын болсақ, құрылыс материалдардан Ұлутас бұл Қазақстанда Маңғыстауда кездеседі. Гранит Ақмола облысында кездеседі. Және мәрмәр Алматы Текеліде кездеседі. Енді осы кенсіз пайдалы қазбалардың ішінде
ол құрылыс материалынан басқа барлар фосфоритті айтуға болады. Фосфориттің қоры жөнінен Қазақстан дүние жүзінде екінші орын алады. Бірінші орынды Африка құрлығындағы Марокко мемлекет алады екен, ал екінші орынды Қазақстан алады екен. Жалпы фосфоритті тыңайтқыштарды өндіру үшін пайдаланатын, тыңайтқыш өндіру үшін пайдаланатын негізгі пайдалы қазба деп айтсақ болады. Жетінші бізде енді жанғыш пайдалы қазбаларға келейік. Оларды біз бірінші көмір сутекті, өткен сабақта да айтқанбыз, көмір сутекті пайдалы қазба, біз оған жаңа мұнай немесе газды жатқыза аламыз. Мұнай және газ. Мұнай мен газдың жалпы бізде Қазақстанда мұнайдың ірі 5 алабы бар деп айтсақ болады. Олар Қашаған, теңіз, Қарашығанақ, Құмкөл сияқты ірі алаптарды айтуға болады. Жалпы мұнайдың қоры жөнінен Қазақстан дүние жүзінен орны 12-ші орын екен. Ал енді мұнай ең алғаш рет 19 ғасырда 1899 жылы Қарашүңгіл кен орнында атқыласа, 1911 жылы Достыр, 1915 жылы Мақат кен орындарында ашылған екен. Ірі мұнай кен орындарына тоқталатын болсақ. Және 8-ші тағы жанғыш пайдалы қазба, әрине ол көмір кен орны. Көмір кен орны. Көмір кен орнында біз Қазақстанда жалпы көмірдің 3 түрін өндіреді екен. Ол тас көмір, қоңыр көмір және антрацит. Ал антрацит дегеніміз не? Ең бағалы отынның түрі ол Қарағанды көмір алабында. Жалпы ең ірі көмір алап бізде Қарағанды көмір алабы, оны 1833 жылы Апақ Байжанов ашқан. Жалпы көмірдің қорына тоқталатын болсақ, 176 миллиард тонна көмір бар екен. Жалпы тараған аймақтары Қарағанды облысы, Павлодар және Қостанай облысы деп айтуға болады. Ал енді қоры бойынша жалпы Азияда барланған қоры, Азияда көмір қорының 3-тен 1-ін құрайды екен Қазақстанда. Жаңа айттым, ең ірісі ол Қарағанды көмір алабы. Және ол шахталық әдіспен өндіреді. Ал екібастұз көмірі ол күлі көп, электр энергиясын өндіру үшін пайдаланады. Оның солтүстік, шығыс, Алып немесе Богатыр деген кеніштері бар, және ол ашық әдіспен өндірілетін көмір кен алабы екен. Міне балалар, біз сіздермен жалпы жаңағы пайдалы қазбалардың 3 типін, жанғыш, кенді, кенсіз пайдалы қазбалардың арғарай топтамасымен танысып шықтық. Және балалар олардың міндетті түрде картадан көріп кен орындарының атын кескін картаға түсіруіміз керек. Сонда біз сіздермен пайдалы қазбалардың орналасу типін танысып аламыз. Мысалы, хромның Ақтөбе облысындағы кен орындары Хромтау және Дөң екенін. Темірдің жаңа Қостанай облысында Соколов, Сарыбай, Аят, Лисаков, Қаражал сияқты кен орындары бар екен. Міне, яғни оның осы кен орындарының барлығын біз кескін картаға түсіру арқылы бүгінгі сабақты пысықтап аламыз. Сонымен үйге тапсырма сіздерге картамен жұмыс жасау. Мен сіздермен қоштасам, келесі кездескенше.